Мира, әйел бақыты деген не? Енді әйел адамның бақыты деген дер кезінде мысалы тұрмысқа шығу, балалы болу, сүйгенін табу, сосын өзіңді керек сезіну, бірақ енді сәке дегенмен жұмысты да ұмытпаған дұрыс. Міне бақыт нағыз. Енді қара, бір қызға тезірек тұрмысқа шық деп айтсаң, это не самоцель деп шығады. Енді бір қызға карьерада жоғарыла десең, карьера бақыт әкелмейді деп шорт кеседі. Жалпы, осы сұрақтың жауабын таба алмай жүрген. Сәке, біз осы сұрақтың жауабын Алтынайдың әннен іздеп көрсек қалай болады? Алтынай Жорабаева, бақытты әйел. Атадан бүгін бізге жалғасқан қыз олын, тұныққа шөлдейді, аңсайды күн жылуын, тәңірдің рахымын жасаған адам ата Хауананың сыйы. Ұрпағына сыйлаған қамқоршы мейірін, отбасына бөлеген барында пейілін, сүйген жарына адал ортаймасын сезімің, қиындыққа төзімің. Гүлдей құлпырған күннен әр алған, ұрпақтан ұрпақтар алған, әлемде бәрі сұлу әйелдің бақытты болу үшін жаралған. Әйелді ай күн жақұтқа теңер, асыл сыйлап шаттыққа бөлер, жүректің ыстық жылуын бөліп сыйлай білсеңіз бақытты әйел. Әйелден небір батыр ақындана туған, киелі еліне ардақты дара туған, қара халық хандарды, барлық пайғамбарларды ардақты ана туған. Аяласын деп жаратқан бізге ананы, өмір неткен жалған, кімдерден із қалады, ертең болашақ ана. Сондықтан ей жігіттер, сыйлаңдар қыз баланы. Гүлдей құлпырған күннен әр алған, ұрпақтан ұрпақтар алған, әлемде бәрі сұлу әйелдің бақытты болу үшін жаралған. Әйелді ай күн жақұтқа теңер, асыл сыйлап шаттыққа бөлер, жүректің ыстық жылуын бөліп сыйлай білсеңіз бақытты әйел. Гүлдей құлпырған күннен әр алған, ұрпақтан ұрпақтар алған, әлемде бәрі сұлу әйелдің бақытты болу үшін жаралған. Әйелді ай күн жақұтқа теңер, асыл сыйлап шат